Күңгірт қызыл күрең астралылар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдіктердің туысы. Оның отаны Америка құрама штаттары болып есептелінеді. Бақтарда әсемдік үшін және дәрілік шөп ретінде өсіріледі. Біздің еліміздің оңтүстік өңірлерінде өсірілетін күңгірт қызыл күрең өсімдігінің адам денсаулығына тигізер пайдасы өте көп. Күңгірт қызыл күреңнің, яғни орысшасы эхинацея пурпурная деп аталады. Осы өсімдіктің барлық емдік өсімдіктердің арасында алатын орны ерекше. Халық арасында оны қан тазалағыш деген қосымша аты да бар. Эхинацея лимфа жүйесін, қанды, бүйрек пен бауырды өте жақсы тазалайды. Сонымен қатар ауруды емес, сол ауруды, яғни кеселді туғызатын себеп салдарды емдейді. Ағзаға ешқандай кері әсері жоқ. Халық емінде эхинацеяның, яғни қызыл күреңнің тұнбалары, қайнатпалары, сөлі көп қолданылады. Оларды жасауға гүлдері мен сабақ жапырақтары балғын күйінде не болмаса кептірілген түрінде қолданылады. Күңгірт қызыл күреңнің тұнбасының қолданылатын кеселдері цистит, нефрит, гепатит, инфекциялық және салқын тиюдің салдарынан болатын грипп, бронхит, танзилит, пневмония, герпес аурулары, еркектің жыныс мүшелері аурулары, яғни простатит, аденома, асқазан жарасы, гастрит, іштің қатуы, көктамырлардың спазмалары, әйелдердің түрлі қабынулары мен кеселдері, антибиотикті көп қолданғанда химиотерапиядан кейін және радиацияның залалдарына қарсы қолданылады. Лейкопенияға, қан формулаларының қалпына келтіру үшін, жаңа пайда бола бастаған қатерлі түйіншіктерді, яғни ісіктердің алдын алу үшін қолданылады. Және де эхинацея осы айтылған аурулардың асқынуына жол бермейді. Эхинацеяның тұнбасы вирусқа қарсы, оны тудыратын бактерияларды жойып отырады. Полиартрит, простатит және гинекологиялық кеселдерді емдеуге өте пайдалы. Қызыл күреңнің тұнбасы қанның құрамын жақсартады, иммунитетті күшейтеді, жарақат пен жаралардың жазылуын тездетеді, сыныққа, буын шыққанға да жақсы. Псориаз, экзема, күйік, ойылу, тесілу және сыздауықтарға ылғалды тампонмен компресс жасаса болады. Тұнба немесе тұндырма мидың қабілетін арттырады, зердені күшейтіп, қатты күйзелістен шығуға да ықпалы бар, жұмыс істеу қабілетіңізді де арттырады. Қызыл күрең тұнбасының жақсы әсері гинекологиялық кеселдерге, иммунитеттің төмендеуі кезінде бейжайлыққа, мидың жұмысына жақсы әсер етеді. Сонымен қатар алкогольге бейімділікті әлсіретеді және темекіні тастауға көмегі бар. Герпесті емдеуге және 10 күн ішінде герпес жоғалады, немесе көп уақытқа дейін пайда болмайды. Жасына қарамастан еркектік потенцияны күшейтеді. Тұнбаны 0,5-1 стакан шырындармен қосып күніне 3 реттен 30 минут тамақтан бұрын ішсе, еркектің әлеуетін арттырады. Сонымен қатар әйелдер мен еркектердегі бедеулікті емдеу кезінде пайдаланылады. Семіруден сақтайды, тәбетті төмендеп, тәттіге деген құштарлықты азайтады. Эхинацея тұнбасын даярлау әдісі. 200 грамм балғын немесе 50 грамм кептірілген эхинацеяның жапырақтарын, гүлдерін, сабақтарын 1 литр таза араққа салып, 14-20 күндей қараңғы жерде сақтаймыз. Күнделікті шайқап тұру қажет. Даяр болған соң сүзіп алған тұнбаны 20-30 тамшыдан күніне 3 реттен 20-30 минут бұрын тамақтың алдында 10 күн ішкен дұрыс. 3 күн үзіліс жасағаннан кейін тағы да 2 рет қайталаңыз. Емделу мерзімі 10 күн. Бұл бір курстық ем болып саналады. Тұнба жасаудың екінші әдісі біраз қасық құрғақ эхинацеяны, яғни бұл жерде жапырағы, гүлдері, сабақтары аралас. Жарты литр қайнаған ыстық суға салып, термоста немесе эмальданған ауызы жабылатын ыдыста жақсылап жылы орап, бір түнге қойып қоямыз. Даяр болған соң сүзіп алып 100-150 мл-ден күніге 3 реттен тамақтың алдында 30 минут бұрын ішкен дұрыс. 10 күн ішіп, 5 күндік үзілістен соң тура осы әдіспен тағы да 2 рет үзіліс жасай отырып 10 күннен қайталаған дұрыс. Бұл бір курс болып саналады. Қажет болған жағдайда мұндай емдік курсты тағы да 3 рет, яғни 10 күннен 1 айлық үзілістен соң жасаған дұрыс. Күңгірт қызыл күрең қайнатпасын әзірлеу әдісі. 1 шай қасық
қызыл күреңнің жапырағын бір стакан қайнаған суға қосып, ол ыдысты ыстық суға салып, яғни водяная баняда 15-20 минут ұстағаннан кейін сүзіп алып, стаканның 1/3 бөлігін күніне 3 рет тамақтың алдында 10 күн ұдайы ішкен дұрыс. 5 күн үзілістен соң тағы 10 күн қайталаңыз. Бұл бір курс болып есептеледі. Емдік шараны, яғни курсты арасына 5-10 күн салып, кем дегенде 2-3 рет қайталаған пайдалы. 10 күннен артық үзіліссіз ішуге және 2 жасқа толмаған балаға ішуге болмайды. Сондай-ақ эхиноцеядан жасалған дәріні лейкозға, енжар склерозға, туберкулезға, аллергияға қолдануға болмайды. Аяғы ауыр әйелдерге де ішуге болмайтынын айта кету қажет. Күңгірт қызыл күреңнің қайнатпасы асқазан жарасын, яғни язваны, буын ауруларын, домбығуларды, яғни отекті емдегенге жақсы. Көңіл-күйді көтеріп, көздің көру қабілетін күшейтеді. Эхиноцея өсімдігі негізінен суық тию және тұмау сияқты аурулардың алдын алу үшін ұсынылады. Ол үшін эхиноцея өсімдігін шай секілді қайнатып, 1 шай қасық балды қосып, күніне 2 кесеге дейін ішу қажет. Күңгірт қызыл күреңнің құрамында флавоноидтар, шайыр, полисахаридтер, сапониндер, глюкозидтер, эфир майлары және тағы басқалар бар. Дәрілік өсімдік ретінде оны созылмалы ауруларда, жара мен күйікті емдеуде, орталық жүйке жүйесін нығайтуда, ал жаңа жиналған гүлінің шырынын қанды ұйытуда қолданады. Келтірген мәліметтер тек қана ақпараттық сипатқа ие, қандай да бір емді жасамас бұрын ең алдымен өзіңіздің денсаулық жағдайыңызды ескеріңіз, сонымен қатар жеке дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Ақпарат кәдеңізге жараған болса, каналға тіркелуді және қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Дендеріңіз сау болсын.